Сәлем достар, сіздермен аниме өмір, және осы видеода мен тағы бір Хоккаге жұбы Хирузен Сарутоби мен Табирама Сенджудың күшін салыстыратын боламын. Ал кеттік. Ал салыстыруға көшпес бұрын екі кейіпкердің қабілеттерімен жақсырақ танысайық, және содан кейін шайқастың қалай өтетіні жайлы сценарийлермен танысайық. Табирама тарихтағы ең мықты шинобилердің бірі болған, және оны тіпті оның қарсыластары мақтаған. Ол Мадараның туған бауыры Учиха Изунаны өлтірген. Шимура Данзоның сөздері бойынша Тобирама Хоккаге болған уақытта оған тең келетін ешкім болмаған. Тобирама бұл тауының аңыздары Кинкаку және Гинкакумен шайқасып тірі қалған. Мадара Тобираманы қозғалыссыз қалдырғанда Тобирама Саскеге өз жанын құрбан ете алмайтынын айтып өкінген. Яғни Тобирамада біз білмейтін тағы бір қабілет бар болған. Анимеде Тобирама қараңғылық генжутсусына ие болып, ол генжутсудан оның бүгінгі қарсыласы Хирузен Сарутоби шыға алмаған еді. Ал өзі өмір сүрген уақытта Тобирама сол кездегі ең жылдам шиноби атағына ие болған. Оның жылдамдығы жауларға білдіртпей Кибафукуда, яғни жарылатын қағаз жабыстырып кетуге жеткілікті еді. Және оған қоса ол уақыт пен кеңістікке арналған мөрді де солай тез өз қарсыластарына не басқа объектілерге жабыстыра алған. Анимеде оның жылдамдығы су ішінде де сақталады делінген. Оның чакрасының көлемі де өте үлкен. Оның дәлелі ол бірден екі толық формадағы джинчурикиді телепортация арқылы басқа жерге апарып тастаған. Ол Хаширама сияқты қиын нинжутсуларды қолдарымен тек бір белгі жасау арқылы қолдана алатын. Ал оның рухы мықты болғаны соншалық, ол ең жоғарғы деңгейдегі Эдо Тенсей шырмауынан босап кетуге сәл қалған. Тобирама шақырту нинжутсулар мен барьерлерді қолдану жағынан өте жоғары деңгейге ие болған. Ал оның кенжутсулары Изунаны тоқтатуға жеткілікті дәрежеде еді. Анимеде оның электр тоғын өткізе алатын жеке кунайы да болған. Оған қоса Табирама көптеген нинжутсуларды ойлап тапқан шиноби. Мысалы, Наруто әрдайым қолданатын көлеңкелі клондар джутсуын Тобирама ойлап тапқан. Басқа ең мықты шинобилер секілді Тобирама да өте мықты сенсор болып есептеледі. Ол жерге саусағын қойбақ, басқа шинобилердің қай жақта жүргенін біліп қоя алатын, және ол үлкен чакра көлемдерін алыс қашықтықтан сезе алатын. Авторлар тіпті ол чакра арқылы адамның қай әулеттен шыққаны мен оның қай жерде екенін анықтай алатын деп Тобираманы мақтаған, және сол сенсорлық қабілеттер Тобираманың көздері көрмесе де ешқайда жоғалмайтынын айтқан. Тобирама барлық 5 табиғи элементті және одан бөлек йотон мен интонды да қолдана алады. Бірақ ол суитон, яғни су элементін қолдану арқылы аты шыққан. Ол судан алып су айдаһарларын және қорғанысқа арналған алып су қабырғаларын қолдана алады. Және Тобирама су жоқ жердің өзінде көп суды қажет ететін нинжутсуларды қолдана алады. Ол су инелері мен үлкен қысымдағы су атқылауын да жасай алады. Оның үлкен қысымдағы суы тіпті жуби ағашының тамырын кесіп тастай алады. Анимеде Тобирама қарсыласты төменге тартып, оны батырып жіберетін су азулары нинжутсусын қолданған. Тобирама уақыт пен кеңістікті кесіп өтуге арналған Хирайши но джутсу нинжутсусын ойлап тауып, сол арқылы өзін не басқа адамдар мен объектілерді әртүрлі жерлерге көшіре алады, және ол өзі қойған белгілер арқылы басқа адамдар мен объектілерді қалаған уақытында өзі алдын ала дайындап қойған жерлерге көшіре алады. Белгісі бар кунайлар арқылы ол шайқас барысында кунайларды лақтырып, күтпеген позициялардан шабуылдар жасай алады. Ал оның ең әйгілі нинжутсусы Эдо Тенсей еді. Эдо Тенсейді Табирама соғыс алаңын жау жасырып кеткен тұзақтарды жою, соғыс алаңын тазарту және барлау қызметі үшін ойлап тапқанымен, артынан Эдо Тенсейді қолдану тәсілдері көбейіп, ол нинжутсу біраз жетілдірілген еді. Тобираманың өзі болса, оны өзара көбейтілген кибафукудалармен сәйкестендіріп қолданатын. Тобирама Эдо Тенсейді кинжутсу қатарына қосып, оны басқалар үйренгенін қаламады, және ол өзі өмір сүрген уақытта небары бірнеше өлі денені бақылауда ұстай алатын. Оған қоса Тобирама өте ақылды шиноби болатын. Мадара Тобираманың жекпе-жек стилі ыңғайлы уақытты күтіп, артынан күтпеген жерден жылдам шабуыл жасап, қарсыласты о дүниеге аттандыру
деп сипаттаған еді, және Тобирама қарсыластарды жіті бақылап, оларға қарсы ұтымды стратегияларды да ойлап таба алатын. Ал енді оның қарсыласы Хирузен Сарутобиге тоқталайын. Хирузен Сарутоби вундеркинд болып саналатын. Оның қабілеттері үшін адамдар оны шинобилер құдайы деп атаған. Әрине, ондай атақты басқа мықты шинобилер де иеленген, оны мен айтпасам да сіздер жақсы білесіздер. Ал алдыңғыда табуктарда Хирузен ең мықты Хокаге және ең мықты Сарутоби әулетінің мүшесі болып саналатын. Қартайған шағында Хирузен әжептәуір әлсіреп қалғанымен Орочимару екеуі шайқасқан кезде, егер Сарутоби 10 жасқа кішірек болғанда, ол оны, яғни Орочимаруды еш қиналмай өлтіре алатындығын Орочимару өзі айтқан. Дегенмен өз кәрілігіне қарамастан Хирузен қайта тірілген бірінші және екінші Хокагені тоқтата алатындай дәрежеде болды. Алайда Хокагелерде өз күштерінің 100%-ына ие болмағанын да сөз ете кеткен жөн. Ал жас кезінде Хирузен басқа Кагелер секілді орасан зор чакра көлемдеріне ие болған, және қартайған шағында оның чакрасының көлемі едәуір азайды. Тіпті қартайған шағында ол өз чакрасын сыртқа шығарған сәтте оның чакрасының күшінен тау жыныстары мүжілетін болған. Алайда кәріліктің аты кәрілік болған соң, қартайған шағында ол жас кезінде аса уайымсыз қолданған көлеңкелі кондар нинджутсусы да оның өміріне біраз қауіп тудыратын болды. Бірақ соған қарамастан ол аз чакраны тиімді бақылап, оны асқан үнемділікпен пайдалана алатын. Хирузеннің чакрасынан бөлек күші мен жылдамдығы да біраз төмендеді. Бірақ ол сонда да тастай қараңғылықта өз-өзін қорғай алатын және қарсыластың денесіне жарылатын қағаздарды жабыстыра алатын. Шинобилер құдайы атағынан бөлек адамдар Хирузенді профессор, яғни профессор деп атаған. Себебі ол шинобилер қолданатын барлық стильдерді жетік меңгерген болатын. Авторлар ол Конохада пайда болған барлық нинджутсуларды және конохалық әулеттер қолданатын барлық нинджутсуларды меңгерген деп айтқан. Одан бөлек Хирузен бір объектіні алыстан бақылауға арналған джутсуларды және барьер құрастыруға арналған нинджутсуларды жақсы игерген. Және ол Шинигамиді, қазақ тілінде айтқанда, өлім құдайын шақырта алады және өз көлеңкелі клондары арқылы бірден бірнеше қарсыласты өлім құдайының ішіне мөрлей алады. Ұзақ өмір сүріп көп тәжірибе жинаған Хирузен шайқас барысында өз қарсыластарының нинджутсуларын қолмен жасалған бір белгіден танып қоя алатын жағдайға жеткен және өз ақылы мен тәжірибесі арқылы қарсыластың қабілеттерінің әлсіз тұстарын тез анықтай алатын болған. Одан бөлек Хирузен барлық 5 табиғи элементті қолдануды үйренген аз адамдардың бірі болды, және оған қоса ол йотон мен интонды да қолдана алады. Шайқас кезінде ол бірден қарсылас қолданатын табиғи элементті анықтап, оған қарсы басқа элементті қолдана алады. Аниме мен мангада Хирузен от ағынын, балшықтан жасалған қабырға мен балшық өзенін, жер элементінен құралған снарядтарды, жер элементінен құралған айдаһарды қолданды. Және оған қоса Хирузен шайқастарда шурикендерді көптеп пайдаланады. Ол көлеңкелі шурикендерді жасап, оларды көбейте және үлкейте алады. Анимеде ол үйдің шатырын шурикен ретінде қолданып, онымен Орочимару да атқылаған. Ал оның жеке жануары Энма ұзара және бұрыла алатын өте қатты аса таяққа айнала алады. Және Энма аса таяқ күйінде де өз дене бөліктерін аса таяқтан шығара алады. Солай ол қарсыластарға күтпеген жерден шабуылдар жасай алады. Ал ендігі кезекте мен дайындаған шайқас сценарийі мен қорытындыға тоқталайық. Шайқас бастала салысымен Тобирама су элементінен құралған жойқын нинджутсуларды қолдануы мүмкін. Бұған Хирузен басқа табиғи элементтерді қолданумен жауап бере алады. Ал Хирузен шабуылдаса, ол шурикендерді көбейту және үлкейту арқылы шабуылдайды. Тобирама ондай кезде алып су қабырғасы арқылы қорғана алады. Яғни алып нинджутсулар жағынан екеуі тең дәрежеде. Жылдамдық жағынан Тобирама кәрі Хирузеннен басым екені сөзсіз. Бірақ Хирузен жас болса, екеуі жылдамдық жағынан теңесуі әбден мүмкін. Тобирама Хирайшин но Джутсу және ескі Эдо Тенсей арқылы басымдық танытқанымен, Хирузен Тобираманың төбелес стилі мен қабілеттерімен жақсы таныс болған соң,
оларға оңайырақ төтеп бере алуы керек. Ал өз кезегінде Тобирама Хирузеннің жас кезінде қайтыс болған соң, ол Хирузеннің біраз қабілеттерін білмеуі мүмкін. Оған қоса Хирузен Конохадағы барлық нинджутсуларды біледі делінген, бірақ бұған еш дәлел жоқ. Себебі Хирузеннің жас кезіндегі шайқастар мен оның көптеген нинджутсулары мүлде көрсетілмеді. Екеуі де бір-бірінің денесіне кибафукуды жабыстырып кете алады. Екеуі де бір-біріне күтпеген жерден шабуылдар жасай алады. Тобирама ондай шабуылдарды Хирайшин но джутсу арқылы жасаса, Хирузен Энманың дене бөліктері арқылы жасай алады. Десек те Эдо Тенсей мен өзара көбейтілген кибафукудалар нинджутсулары күші толық көрсетілмеген Хирузенге ауыр тиюі мүмкін. Және анимеде Тобирама оны қараңғылық нинджутсусына түсіре алған. Дегенмен Хирузен генджутсу, нинджутсу және тайджутсу бойынша ең жоғары көрсеткіштерге ие болған соң, жас Хирузен қараңғылық генджутсуынан шығып кете алатындай жағдайда болуы керек. Бұл әрине менің жеке пікірім. Және тағы бір айта кететін жайт, Хирузен өлім құдайы арқылы Эдо Тенсейді қолданған Оророчимаруды тоқтата алған. Осыны да ұмытпайық. Осы және басқа да жайттарды есепке ала отырып және екеуінің көптеген қабілеттері ұқсас екенін ескере отыра, менің жеке пікірім, Тобирама мен Хирузен 10 рет шайқасса, 6 рет Тобирама және 4 рет Хирузен жеңеді. Мүмкін авторлар Хирузенді толық ашқанда оның жеңіске деген мүмкіндіктері көбірек болар ма еді. Ол жағын ешкім дөп басып айта алмайды. Алайда Тобирамада жан-жақты ашылған Хокаге емес. Ол мысалы өз бауыры Хашираманың қасында өте әлсіз болып көрінеді. Жалпы Тобирама мен Хирузен арасындағы шайқас ақпараттың аздығынан жеңімпазды анықтауда қиындық тудырады. Сол үшін менімен көп адам келіспесе, мен бұл жайтқа түсіністікпен қараймын. Ал сенің ойыңша кім жеңеді? Өз ойыңды міндетті түрде астына жаза кет, және Минато мен Хашираманың арасындағы мықтыны білгің келсе, онда мына видеоны көр. Барлықтарыңызға көп рахмет, сау болыңыздар.